Сәлем достар, Тынық мұхиты әлемдегі ең үлкен мұхит болып есептелетін барлығымыз білеміз. Ал сіз Тынық мұхитының ең терең жерін білесіз бе? Бұл жерді Мариана түбегі деп атайды. Бұл жерде тірі жан тіршілік ету өте қиын. Өйткені судың қысымы өте жоғары. Соған қарамастан бұл жерде тіршілік ететін балықтар мен моллюскалар бар екен. Бүгінгі видеода сол балықтар туралы айтатын боламыз. Ендеше сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Видеоны соңына дейін көріңіз, өте қызық болады. Жауыз балық. Мариана түбегінің ең шұңқыр жерлерінде жасайтын балықтардың бірі болып есептеледі. Бұл балық ұсқынсыз түрімен, түнгі уақытында жанып тұратын жарық шаммен ерекше. Ал жауыз балықтың бойлары 1 метрге жуық болады. Олардың үлкен ауыздары өзінен 2 есе үлкен балықтарды жұтып жіберуге дайын. Бұл балықтардың тістері өте өткір болып келеді. Балықтың үстінде жанып тұрған зат негізінен бактериялар болып есептеледі. Ол бактериялар балық қандай бір қауіпті сезген кезде жана бастайды. Теңіз қияры. Бұл жәндіктер Мариана түбегінің ең терең жерінде жасайтын жәндіктердің бірі болып есептеледі. Теңіз қияры Мариана түбегінен 1945 жылы табылған еді. Бұл жәндіктерді оңтүстік Қытай мен Жапонияда косметикаларға қосып түрлі заттарды дайындайды. Ал Вьетнам елінде осы жәндіктен дайындалатын ұлттық тамақтар да бар. Бұл жәндіктердің қорғаныс тәсілі олардың тілдері болып есептеледі. Қауіпті сезген кезде ұзын тілдерін шығарып қимылдата бастайды. Отшельник асшаяны. Мариана түбегінде жасайтын тағы бір жәндіктеріміздің бірі. Бұл жәндіктер өздерінің ерекше аяқтарымен бірден есімізде қалады. Судың астында кішкентай моллюскалармен және кішкентай балықтарды тағам етеді. Сонымен қатар су астында өсетін жасыл шөптерді де азық ете береді. Бұлар ең шұңқыр жерде жасайтын жәндіктер болғандықтан кезіктіру өте қиын. Жарқырауық медузалар. Бұл жәндіктер Мариана түбегінен небәрі 2013 жылы ғана табылды. Өйткені Мариана түбегінің ең терең жерінде жасайтын жәндіктердің бірі. Ол 4500 шақырым тереңдікте жасайды. Бұл жерлерге адам баласы бару өте қауіпті. Өйткені теңіздің қысым күші өте жоғары. Видео ұнаған болса лайктарыңыз басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.